20 жылдан аса жаңа сезонный аллергия менде болды, 20 жылдан аса. 20 жылдан аса менде оң бүйрегім қатты ауыратын пилонефрит болған. Енді осы аллергияны қалай тоқтатуға болатын істемеген нәрсем жоқ. Өзім көп нәрсе істеп іштім, результат аз болды. Только уколмен жүретімін, сезон басталған кезде уколмен тоқтататын, 10-15 күнге тоқтататын уколды бір сезонда 3-4 рет саламын. И то только китайский укол ғана көмектесе тоқтата алады. А басқа мына аптекадағы укол нелер ешқайсы маған көмектескен жоқ. Содан бастап мен сразу үйге келіп, полный комплексті іше бастадым. Полный комплекс деген білесіздер, фульвагумин, детокс, баобаб, гепанефра, полный. Әлі ішіп келе жатырмын, қазір бірақ азайттым. Соның кереметтігі, сол әсері, мен жаңағы 20 жылдық аллергиядан құтылдым. Представляете, бірінші осы биылғы сезон мен аллергиясыз, уколсыз, ештеңкесіз өткіздім. Сонан кейін пилонефрит, жаңа айтқан мендегі пилонефрит, мен вообще оң жаққа жата алмаймын. Потому что ол ашиды, мені жатқызбайды. Я только на один бок оң жататымын, ол жақта аяғым үйіп қалады, это вот қиналып ұйықтайтынмын. Енді осы пилонефритті, жаңағы мен айтқан өзім рич, гепа, нефра, вот ол керемет көмектесті, мен пилонефриттен де құтылдым. Отек, мен деген көзім ертеңгісін тұрғанда мынандай ісіп тұратын. Мынау деген проекционный зона почек, білесіздер, я? Көз ісіп тұрса, значит, почкамен проблема. Поэтому содан да құтылдым. Қазір мен 84 килограмм болғанмын, қазір мен 76-77 килограмм. Ал қанша вес тастадым, это все были отеки.